Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Дене шынықтыру пәнінен қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: футбол ойынының қауіпсіздік ережесі, сипаттамасы, пайда болуы және даму тарихы, футболдың арнайы техникалық жаттығулары. Оқу мақсаты: аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділігін дамытуға арналған қимыл қозғалыс дағдыларын қолдану. Сабақтың мақсаты: оқушылардың барлығы орындай алады, футбол ережелерін шығу тарихын біледі. Оқушылардың көпшілігі орындай алады, допты кедергілердің арасымен алып жүре алады. Кейбір оқушылар орындай алады, допты алып жүру техникасын жан-жақты біледі және көрсете алады. Футбол ойынында қауіпсіздік ережелері: жүгіріп бара жатқан қарсыласты артынан келіп итеріп жіберуге, шалуға болмайды. Топқа таласқанда қарсылас ойыншыны итеруге болмайды. Қандай жағдайда болмасын, қақпашыға тиісуге болмайды. Дөрекілік жасау футболшыға жат құбылыс. Футбол ойынындағы техникалық әдіс-тәсілдер: допты оң және сол аяқтың ішкі жағымен беру және тоқтату. Допты оң және сол аяқтың ішімен, сыртымен алып жүру. Допты баспен және кеудемен қабылдау, беру. Допқа қарай ұмтылу, қарсыласын жабу. Оң және сол аяқпен соққы жасау. Жоғарыда көрсетілген жаттығуларды үй жағдайында орындауға тырысамыз және де футболға қатысты сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын.